Сәлеметсіздер ме, құрметті 8 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен геометрия пәнінен 3-ші тоқсандағы бірінші жиынтық бағалау тапсырмаларына шолу жасайтын боламыз. Бұл жерде жалпы 2 нұсқа бірге тұр. Тапсырма саны 3, әр нұсқада да. Алдымен бірінші нұсқаның тапсырмаларын қарастырайық. Ал бірінші есепті бастайық. Қараңыздар, берілген фигураның аудан табудың ең оңай әдісі мына жерден немесе мына жақтан фигураны қиып алатын болсаңыздар, бұл жерде 2 бірдей 3 бұрыш пайда болады, оның қайсысын болсын орнын ауыстырып орналастыратын болсаңыз, яғни мен мына 3 бұрышты жоғары жаққа орналастырдым. Сол кезде менде пайда болады ұзындығы 5-ке тең, ені 4-ке тең болатын тік төртбұрыш. Оның ауданын табу қиын емес, ұзындығы мен енінің көбейтіндісі, яғни біздің жағдайда пен 5-тің көбейтіндісін береді. Ауданы 20 см квадрат екен. Келесі екінші есеп. Ромбтың қабырғасы оның биіктігінен 2 см-ге артық. Демек, бірінші кезекте геометрияда міндетті түрде сызбасын сызамыз. Ромб берілген. Бір қабырғасы, оны А деп алатын болсақ, биіктігінен 2 см-ге артық дейді. Биіктігі H, 2 см-ге артық қабырға. Периметрі беріліп тұр 28 см. Табуымыз керек ромбтың ауданын. Енді бұл жерде ромбтың биіктігі дегеніміз осы түрде алсақ болады. H биіктік. Қабырғасын жалпы А деп алсақ та болады. Ауданын табу үшін сол қабырғамен биіктігінің көбейтіндісі болса жеткілікті. Алайда бізде әлі биіктіктің де қабырғаның да сан мәндері белгісіз. Периметрін білеміз. Ромбтың барлық қабырғалары тең болғандықтан ол 4А-ға тең. Біздің жағдайда ол 4А, сан мәні периметрі 28-ге тең. Осы жерден біз А-ны анықтай аламыз. 28-ді 4-ке бөліп жіберетін болсақ 7-ге тең. Енді бізде қабырғасы биіктігінен 2 см-ге артық еді. Осы жерден биіктігін анықтай аламыз. 7-ден 2-ні азайтқан кезде болады 5. Биіктігі де қабырғасы да анықталды. Енді ауданын есептеп қояйық. 7 мен 5-тің көбейтіндісі 35 см квадрат. Ары қарай үшінші есеп. Берілген оқиқ А, Б, С, Д параллелограмм. Демек, бірден сызбасын сызамыз. Бұл параллелограммның ауданы беріліп тұр. С ауданы 24 см квадрат. Сонымен қатар, оның биіктіктері 3 және 4 см болса, периметрін табыңыз дейді. Енді параллелограммның биіктігі болуы мүмкін. Ұзын қабырғасына түсірілген, жалпы оны А деп алайық. Оған түсірілген биіктік HA. Немесе қысқа қабырғасына түсірілген биіктік. Оны біз жалпы B деп алатын болсақ қабырғаны. Оған түсірілген биіктік HB. Бізде беріліп тұр HA 3 см-ге тең деп, HB 4 см-ге тең деп, ауданы берілген 24 см квадрат. Табуымыз керек периметрін. Периметрін табу үшін параллелограммды төртбұрыштың бір түрі, демек, іргелес жатқан қабырғалардың қосындысын екеселейміз. Енді бұл жерде бізде екі қабырғада белгісіз болып тұр. Ауданның екі жағдайы да, яғни А-ның HA-ға көбейтіндісі қабырғасымен соған түсірілген биіктік. Б қабырғасымен оған түсірілген биіктіктің де көбейтіндісі бізге ауданды береді. Екі жағдайда да сан мәндерін алып келіп қоятын болсақ, біріншісінде ауданы 24-ке тең, А қабырғасы белгісіз, оған түсірілген биіктік 3-ке тең. Осы жерден біз А-ны анықтай аламыз. Ол 8 см болады екен. Екіншісінде ауданы 24, Б қабырғасы белгісіз, оған түсірілген биіктік берілген 4-ке тең. Бұл жерден енді біз Б-ны анықтай аламыз. Ол 24-ті 4-ке бөліп жіберсек 6 см. Демек, периметрі 2 көбейтілген жақшаның ішінде А мен Б-ның қосындысы, яғни 8 бен 6-ны қосып жіберіп екеселейтін болсақ, қосынды 14 көбейтсек 28 см-ге тең. Бірінші нұсқа есептері дайын. Құрметті білім алушылар, видео ұнаған болса, есептер түсінікті болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар міндетті түрде каналға да тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта сізге пайдалы видеолар көп болады.